Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді және де ерекше болып шығатын панчо тортын жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де қазақша контентті каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 6 жұмыртқа, қант және де шымшын тұзымызды салып, жақсылап көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Оның үстіне сұйық май мен сүтімізді құямыз да тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Келесі електе осылай ұнымыз бен қопсықшымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң оның үстіне какаомызды салып тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді жұмыртқалы массамызға саламыз, електен өткізіп, бірден салып жіберуге болмайды. Осылай біртіндеп салып, миксерлеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды осылай протеинімізге құйып, 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді тортты мен осы ыдыста жинайтын боламын. Пищевой пленканы осылай бетіне жабыстырып қойып қоямын. Әзірше кремін жасайтын боламыз. Ол үшін қаймақ және де сгущенканы салып, оның үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Енді торттың фундаментін, яғни коржын осылай тарелкемен сызып алып алатын боламыз. Осылай кесіп аламыз. Бұл бізде торттың ең астыңғы бөлігі, коржы. Оны бөлек қойып қоямыз. Енді мына жерде қалған коржымызды жақсылап көбейтіп, төртбұрышты қылып турап алатын боламыз. Барлығын осылай турап аламыз. Ол бізде жаңағы қазір коржымыздың ішіне салатын, яғни тортымыздың бөлігі. Енді осы көбектерді алып, жаңағы қаймақты кремімізге осылай кішкене батырып аламыз да, жаңағы осы пищевой пленкадағы тортымыздың формасына салып шығатын боламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Ең соңында жаңағы торттың фундаментін, яғни коржын соңғысын саламыз да, бетін пищевоймен жауып, тоңазытқышқа кемінде 2 немесе 3 сағатқа салып қоятын боламыз. 2 сағаттан соң осылай тортымызды аламыз. Оның астына осылай тарелкені салып, ең астында тұруы керек. Осылай ең астына қойып, пищевойымызды ашып, аударатын боламыз. Содан соң ақырындап ыдысымызды алып тастаймыз. Содан кейін осылай пищевой пленкасын алып тастайтын боламыз. Содан кейін тортымызды әсемдеу ғана қалды. Мен осылай қант ұнтағын сеуіп шығамын және де үккіштен өткізілген шоколадты сеуіп шығатын боламын. Әсемдеу әрине өздеріңіздің қалауыңызша, маған осылай ұнады. Мен осылай әсемдеп қойдым. Видеоны ұнаса лайк басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.